ұнамас ед. Ешкімде бұл бәлені құп алмас ед. Бұл қоғамда ақша жеу болмас егер, қаншама жетім жесір жыламас ед. Бұл қоғамда ақша жеу болмас егер, ауыл талай қорлыққа шыдамас ед. Бұл қоғамда ақша жеу болмас егер, жоғардан халық көп сұрақ сұрамас ед. Бұл қоғамда ақша жеу болмас егер, Щучинскідегі Бурабай деген жазу бірінші жел тұрғанда құламас ед. Жоғар жақ елдің жайын реттеуші екен, бұл күнде көп сөз бергіш шетінен шешен. Креслода отыр ғой кілең мешкей деп ойлайтын, тек қарным тоқ болса екен. Халықтың малын жеген сол дөкейлер бір уақыт қамында жеп көрсе екен. Жемқорлық, парақорлық үлкен күнә, оны да дәлелменен дөп көрсетем. Халықтың көз жасынан қорқпайтындар Алланың қаһарынан сескенсе екен. Өздері жазаға да тартылмайды, оларға алдырмайсың сотпен секем. Себебі біздің мына жемқор қоғам деп тұрады, тек қана көп берсе екен. Халықтың көз жасынан қорқпайтындар күмән ой күнә істен шектелсе екен. Бәрін естіп білуші хақтың барын түйсініп жетесіне жеткерсе екен. Өзекті жаңғай төр бір өлім бар, осыған көңілдерін көп бөлсе екен. Бұл жақта құтылған мен ақыретте үлкен соттың боларын ескерсе екен. Айтқанын әйекеңнің растау керек. Ақтангерді ақтангер қостау керек. Әзілдесем айеке айып етпе. Айтыс үшін айттым ғой, саспау керек. Бірақ тек билік жақты айта бермей, өзімізге қараудан да қашпау керек. Гайға өзіміз пара бермеу керек. Басшыға өзіміз ақша тоспау керек. Әуелбеков сияқты болуды да әуелі өзімізден бастау керек. Ойымды айту үшін сайлап ішкі, қызыл тілдей қаруым қайда күшті. Бір әңгіме айтайын өткен күннен тірілтер бойыңдағы байнамысты. Бір патша үлкен қазан алдырыпты, халқыма жасайын деп пайдалы істі. Ол ойы өз халқын сынау екен, қай кезде патшалардан айла ұсты. Әр қайсың бір кеседен сүт құйыңдар деп ортаға тастапты ойда қысты. Тұрғындар бір кесе қолын алып, кешқұрым бастап кетті жайлап істі. Бір кісі сүт орнына су құйыпты, кім байқай қояр деп майдан үсті. Азанда патша келіп қазандашса, сүт көрмепті кілкіген қаймақ үсті. Тек қана сылдыраған су тұр екен, бәрі көрді көзбенен айға қысты.
Әр адам бір-біріне сеніп жүріп, осылай көңілдерге қайғалысты. Қазаққа да осындай күн туып тұр, бірлікті алмау керек лайлап ішкі. Бүйректей бөлшектенген талай жұрттың басынан бағыт айып байрақ ұшты. Бір патшаның қолынан не келеді? Ағайын бірлігіңді ойлан ішкі. Қысқасы қазақ дейтін қайсар ұлттың тағдыры әрқайсыңа байланысты. Әгига